Баршаңызға ассалаумағалейкум, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге сіздерге де және балаларыңызға да ұнайтын ши бауырсақтар дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Сол кезде каналыма шыққан рецепті алғаш болып көретін боласыздар. Ең бірінші алдын ала електен өткізіп алған ұнымыздың үстіне жарты шай қасық ас содасын салып араластырып аламыз. Бұны біз бөлек ыдыста араластырамыз. Енді бөлек ыдысымызға жылы суымызды құйып аламыз. Үстіне тұз және де қантымызды саламыз. Қантты қалауларыңызша қоссаңыздар болады. Мен тек қана бір шай қасық қана қостым. Одан кейін күнбағыс майын қосып араластырамыз. Келесі кезекте бір жұмыртқамызды саламыз да қайтадан араластырып аламыз. Толықта барлық қоспамызды араластырып болғаннан кейін құрақ қоспамызды қосуға кірісеміз. Жарты бөлігін салып, қамырымызды осылай қолымызбен илеп аламыз. Одан кейін барып қалған жарты бөлігін салатын боламыз. Сол кезде біз артық мөлшерде ұн қосып қоймаймыз. Біздің осы сұйықтығымызға керек қана мөлшерде ұн салатын боламыз. Маған осы ши бауырсақты дайындауға 600 граммдай ұн қажет болды. Жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз бізде толықта июі қануы керек. Жақсылап тұрып қамырымызды илеп аласыздар. Енді біз осы қамырдың бетін жауып, кем дегенде 15 минутқа қойып қоямыз. Сол кезде бізде қамырымыз жұмсарып тұрады. Міне біздің 15 минут уақытымыз өтті. Қамырымыз жұмсақ болып шыққан. Қараңыздар, жұмсақтығын сіздерге көрсетейін видеода. Енді қамырымыздың теңге ортасынан екіге бөлеміз. Әр бөлігін осылай дөңгелек форма жасап, осылайынан бешбармаққа қамыр жайған сияқты қылдырып, міне осылай жинақтап аламыз ортасына қарай. Енді біз әр бөлігін кесетін боламыз. Қазір сіздерге видеода көрсетемін. Міне осындай бөліктерге кесіп аласыздар. Ол өздеріңізге қазір ши бауырсақты жасауға ыңғайлы болады. Қалған екінші қамырымыздың бетін жауып қоямыз, кеуіп қалмауы керек. Енді біз кесіп алған қамырлармен жұмыс жасаймыз. Осылайынан міне лағманның қамырын созған сияқты осылайынан созып шығасыздар. Одан кейін біздің қамырымызды ширата отырып, міне осылайынан біркелкі формада осылай пышақтың ұшымен кесіп аламыз. Тура осылайынан барлық қамырымызды кесіп шығасыздар. Ши бауырсақтарды әркім әртүрлі формада жасайды. Кейбірі ұзынша таяқша қылдырып кеседі, кейбірі осындай дөңгелек формада жасайды. Мен осылай бүгін дөңгелек формада дайындайтын боламын. Одан кейін кесіп алған қамырларымызды міндетті түрде осылайынан ас бөлмесінің сүлгісінің үстіне қойып қойыңыздар. Және де бетін жауып керек емес. Беті осылайынан ашық тұра беруі керек. Араларын бір-біріне жақындатып қоймайсыздар. Аралары алыс-алыс бір-біріне жабыспауы керек. Міне дәл осы видеодағыдай араларын ашық қылып орналастырып қойыңыздар. Міне мен барлық қамырды кесіп шықтым. Бұл бізде видеода мен тек қана бір қамырдың кесілген бөлігін ғана көрсетіп жатырмын. Енді табамызға біз күнбағыс майын құйып аламыз. Егер тоң май болса, тоң маймен де қора беруге болады. Майымыз қызғаннан кейін біз бауырсақтарымызды салуға кірісеміз. Максималды оттың қызуында ши бауырсақтарымыз сарғайғанға дейін пісіресіздер. Егер сіздерде қазан болса, қазанға пісіруге де болады, немесе мен сияқты таба болса, табаға да қуырып алсаңыздар болады. Міне осылайынан сарғая бастаған кезде біз бауырсақтарымызды майдан алып шығамыз. Тура осылайынан барлық бауырсақтарды пісіріп шығыңыздар. Осы ши бауырсақтар маған қатты ұнады, себебі көлемдерде кішкентай. Үстелге қойғанда балалар бір кетіп дастарханда қалдырып қоймайды. Кішкентай болғандықтан бірден желініп кетеді, әрі дәмді. Құрамында ешқандай да ашытқы, сүт қосуды қажет етпейтін өте дәмді ши бауырсақтар. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Және де видео ұнаса, каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.